Сәлем достар, мен Bekzat, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі біздің түсіретін видеомыз асқазанынан айырылып қалма деген челлендж. Бүгін тақырыбына көшейік. Бір заттың ішінде, мына шапканың ішінде мынандай қағаздар бар, және осы қағаздардың ішіне ингредиенттер жазылып тұр, және сонымен жабық көзбен таңдап аламын да 7 зат таңдаймын. 7 заттан осы шеме салып, соңында коктейль жасап ішпейміз, бірақ дәм татамыз. Ең алғашқы алатын затым мінекей, ішіне дейін дұрсат болса дегенді үміттеміз. Су! Қазір көрсетейін, тағы да өтірік ойнамай жүрмеңіздер. Мінекей, су деп тұр. Басы жақсы басталғанмен аяғы жаман болып кетуі мүмкін. Келесі алатын затымыз. Тағы да бетіп жіберейін. Мені жүрегім айнап жатыр. Мінекей. Сіздер көріңіздер не бар екенін. Томат. Су мен томат. Күшті. Томат қосайық. Осыншама томат болады. Енді келесі таңдайтынымыз. Варенье. Мінекей мен вареньем. Мінекей таңдадым. Тек қана жуа түспесе болды деп отыр еді, маған жуа түсті. Жуам, енді осыны кесіп, тазалап, ішіне салайын. Мінекей мен жуамды алдым. Оның дәмі сондай керемет болады. Сұйық май, мінекей. Жақсы зат түссе екен деген ойдамын. Творог. Енді соңғы 7-ші сатты алайын. Мінекей, барабанная дробь. Печенье. Мінекей достар, мен печенье. Бәрі дайын, енді аузын жабайын. Бұның ішіне не шығатын қазір көреміз. 1, 2, 3. Бұны лучше искемей қойған жақсы. Маған осы болады. Мінекей. Осы видеосындегі насап, күрзақ жоғатырай басып, бәрі тіркеліп, колокольчик басып кетуді ұмытпа. Егер осындай видеоның екінші бөлімін қаласыңдар, осы видеода 150 лайк жинайық. Мүмкін болса әрине. Сондықтан аузымнан әлі дәмі кеткен жоқ. Сондықтан видео насап, колокольчик жоғатырай басып